Армысыздар, достар. Осы жолы мен қалай мен иығымның ауырғанымнан жазылғаным туралы айтам. Дәл осылай денедегі қуықта, өтті, бүйректе пайда болған тастарды ешқандай операциясыз кетіруге болады. Ол тастар құм болып өтіліп өздері шығып кетеді. Және менікінде сияқты буындарда, омыртқада жиналған тұздарды шығаруға болады. Сол мен өзім токарь болып жұмыс істеймін. Сөйтіп жұмыста мен бір кезде бір жақ, оң жақ иығым ауыра бастады. Иығым ауырып, күнде былай жұмыста қатты күштеп темірдерді қысқанда кілтпен патронды қатты тарту керек. Сонда тартқанда менің оң жақ иығым ауыра бастады. Ауырдап, кішкене ауырды, одан көбірек, қаттырақ. Соны шыдап жүрдім. Одан кейін оң қолым қатты ауырып, тарта алмай, сол қолыммен болысып, екі қолмен тарттым. Қасымдағы жұмысшылар айтады: ойбай, саған не болды, андай мындай деп. Мен айтам: ойбай, жарайды, ол түк емес, өтпейді деп жүре бердім. Одан кейін ол менің иығым түнде де ауыра бастады. Түнде ұйықтап жатқанда былай аунасам, иығым ауырып, түні бойы екі иығым ауырып, одан кейін тіпті киім киген қиын болды. Қысқы киім кигенде қолымды көтере алмай, жеңім кию үшін сөйтіп қиын болып, автобуспен жүргенде жоғарғы недерге қолымды көтере алмай, ұстай алмаймын, қол көтерілмейді. Тәуірек қиналып, сол жұмыста тіпті мүлдем қиын болды жұмыс істегенде, қолдарым екі иығым ауырып. Содан кейін дәрігерге бардым, терапевтке. Айттым: осылай менің иықтарым ауырып жүр. Ол маған рентген істеді де, маған диагнозды қойды. Орысша айтқанда плечелопаточный периартрит деген диагноз. Одан кейін маған бір жұма таблетка ішкізді. Бір жұма таблетка іштім, пайдасы тимеді. Одан кейін бардым да дәрігерге айттым: ой, менің ешқандай пайдасы тимеді, менің сол иығым қалай ауырып тұр, солай ауырып тұр деп. Одан кейін маған дәрі, укол жаздырып берді. 2-3 укол, бір жұма укол салып жүрді маған, күнде барып. Содан кейін қайтадан бір жұма өткесін барып қайта терапевтке айттым, маған ешқандай пайдасы тимеді. Бірақ енді 2 жұма болды, маған жұмысқа шығу керек, больницаны жабыңыз, енді ақырындап жұмыс істей беремін деп. Сөйтіп одан кейін жұмысқа шығып, ақырындап қиналып жұмыс істей бердім. Содан кейін біздің қалада бір емші болған. Мен керемет емшімін, бәрі ауруларды емдеймін дегенмен сол кісіге бардым. Ол кісі мені айттым: мен сені емдеймін деп, бір массажист әйелдерге жіберді. Ол әйелдер мені жатқызып қойып, екі иығымды ары-бері қолдарым жұлқылап, ары-бері тартып, иығым ауырады. Мен ойбай десем, олар айтады: еркектер нашар, әйелдер шыдамды болады, андай-мындай. Мен бір рет бардым да, одан кейін ойладым, пайдасы тимейтін нәрсе жоқ. Сонымен врач маған плечелопаточный периартрит дегенде, мен интернеттен қарадым. Ол не пәле деп, арғы оқыдым, бері оқыдым. Маған что-то ішіме кірмеді, сенімсіз бірдеме сияқты. Одан кейін ақырындап жұмысты істеп жүрмін, қиналып. Енді қайта кетесіз. Содан бір орыс бір кемпір болды, соған бардым. Ол орысша библиясын оқып, 200 теңгеден алады, бәрі төсектерге жатқызып, отче наш, иже иси деп бірдеме деп айтады библиясынан. Сонда бардым, 1-2 күн бардым. Одан кейін ойладым: мынаның пайдасы маған тимейтін сияқты, ешқандай пайдасы болмайды деп. Содан кейін мен өзім орысша бір газет бар, ЗОЖ деген, денсаулық туралы, халық емдер туралы. Содан оқыдым. Ол буындар ауырғанда, мысалы иығы ауырады, тізе ауырады, ол денеде тұздар жиналып қалады екен. Ол тұздар жиналып қалғанда сондай не болады. Ол тұздарды кетіру үшін, мысалы, кәдуескі күнбағыс бар ғой, шәкілдеу, соның тамырын қайнатып ішсе кетеді екен. Мен жарайды деп, сонда менің қасымда бір орыс бар, орыс жігіт, Уварова деген, біздің Өскеменнің қасында бір ауылда тұрады. Сол жерде шемішке күнбағыс егеді далада. Мен айттым: сол нені шемішкені шаба бастайды, сен маған айт деді. Ол маған бұрын айтты: әне шауып жатыр, не істейсің деп. Мен жарайды енді мәшінмен бардым да, сол тамырдарды қазып алдым, жарты қап шыққып, соны кептіріп қойдым да, содан кейін сатып. Содан кейін сол тамырды қайнатып, қайнаған соның суын ішіп, сөйтіп мен сол суды 2 ай сөйтіп қайнатып іштім, тамырдарды.
Содан бері екі иығым бәрі ауырғаны басылды. Содан міне жұмысқа жүрім, екі қолым көтеріледі, Құдайға шүкір, сөйтіп жазылып кеттім. Сол күнбағыстың сол қайнатқан несімен, сол талай адам мен оқыдым жүрмін ғой, сол тастарды бәрін сөйтіп шығаруға болады. Солай осы айтқан немнің бәрін мен сіздерге жеткіздім. Сау болыңыздар. Жақсы.